Сәлем достар. Мына комментті оқып отырып, бұл тақырыптан өтіп кеткіміз келмеді. Зона 51. ақш-та орналасқан құпия базада барлығы сұмдық тәжірибелер болған деп жатады. Солардың арасында халықтың аузында көп жүретін Эбигейл тәжірибесі. Бұлай келсек, егер де осы видеоға 1500 лайк жинасаңыздар, біз Зона 51 туралы тағы видеолар шығарамыз. Лайктарыңызды басыңыздар, арнаға тіркеліңіздер, біз бастаймыз. Ендеше, сіздермен бірге QRF ұжымы бүгін біз Эбигейл эксперименті туралы қысқаша баяндап береміз. Оқиға 1943 жылы өз бастауын алды. Зона 51 негізінде 1955 жылы ашылғанымен, сол жылдары ол аймақ Индиана Спрингс әуе күштерінің қосалқы аэродромы деп аталды. Біреулердің ол жерде жай ғана ұшақ өтпейді деген секілді өсектері өте жылдам тарап кетеді. Солай бақ өкілдері сәл де болса ол туралы хабардар болғысы келді. Бірақ бұл жердегі қауіпсіздік шаралары өте мықты болған. Қаншама жүк көліктері, әскерлер бұл жерге бір шыбынды да өткізбеген, деп асыра сілтеп кетсең. Ары қарай журналистер дәкәнса деп сол жердегі жұмысшылардың біреуін суретке түсіріп, одан соң ол кісінің үйін тауып, оған ұсыныс тастайды. Егер бізге Зона 51 туралы ақпараттармен бөлсең, ақшаны төбеңнен жаңбырша жауғызамын деген секілді. Ол солай Зона 51-де болған Эбигейл тәжірибесі жайлы әңгіме бастайды. Соғыс уақытында ақш елінде Гакингнің жеткен жетістіктері неше түрлі эксперимент арқылы болған деген өсек болады. Гакинг туралы алдыңғы видеомызда айттық, көрмеген болсаң арнаға кіріп көріп кет. Осыған байланысты олар Марвел киноларын көп көрген ба білмеймін, біз жаңа адам жасауымыз керек деген шешім шығарады. Яғни күші көп, өлмейтін, тағы сол секілді ғой. Бірақ ешбір адам өзін тәжірибелі крыса немесе қоян еткісі келмеді. Сол сәтте Альберт Вестер атты ғалым бұл экспериментке өзінің ай десе мұрны бар, күн десе құлағы бар қызы Эбигейлді араластырғысы келді. Қызы да бұған келісіп, әкесінің тәжірибесіне соңына дейін сенді. Осылайша тәжірибе жасау басталды. Күн сайын қыздың тамырына бір жасыл түсті кесел немесе желе сияқты зат егіп тұрды. Бұл бір аптаға жалғасып, Эбигейл сұмдық өзгеріске ұшырады. Оның баған айтқанымыздай әдемі келбетінен түк те қалмады. Адами қасиеттері бар, өте күшті әскер жасаймыз деп бастаған эксперименттерінен сонда жай ғана мутантты шығарды. Алғаш оның бет-әлпеті өзгереді. Еріндері кеуіп, қарайып, тістері шіріп кетеді. Содан соң терілері түсіп, бұлшық еттері жарқырай бастайды. Керемет аққұба шаштары түсіп, орнына жиіркенішті нәрселер пайда болады. Әкесі бұның бәрін бақылауда ұстады. Бірақ енді шегінерге жол жоқ деп ойлап, ары қарай тәжірибені жалғастырды. Сосын амалсыздан құбыжыққа айналып бара жатқан Эбигейлді темірмен қапталған оқшау бөлмеге ауыстыруға тура келді. Тек сырт келбетінен айырылып қана қоймай, адамға тән қасиеттер де қоса айырылып, жаман, жабай әдеттер шығарады. Жануар секілді аппетиті де ашыла беріп, үлкен көлемді еттер жей бастайды. Мына жағдайдан соң әкесі, мен не істедім? Өз туған қызымды мутантқа айналдырғанша өлгенім артық деп өз-өзіне қол жұмсайды. Бұның бәрі ғылым үшін ғой, сен жайдан жай жасамадың ғой деген сөздер де оның жарасын жаза алмайды. Осы уақытта Эбигейл темір бөлменің қабырғаларын үнемі ұрып соғып, тыныш жатпайтын. Экспериментке көмектесуші барлық әскерилер бұдан қорқатын болған. Осылайша Вестердің тағдыры ақш үкіметіне де жетіп, қаржы жіберуді тоқтатады. Ешкімге енді Эбигейлге не болады деген сұрақ алаңдатпады. Шыны керек, олар супер күшті адам жасағысы келді. Олардың айтқандары орындалды. Күндердің күнінде Эбигейл қашып шығады. Күзетшілер өте аз. Сөйтсек, монстр қыздың бойы 3 метрге дейін жетіп, өте мықты болып кетіпті. Жолына тосқауыл болған екі күзетшіні аяусыз ұрып соғып, сыртқа шығып кетеді.
Түннің шамасында қызметкерлер қарудың даусынан шошып кетеді. Олар не болып жатыр деп қараса, Эбигейл төрт аяқтап, жағымсыз даусымен айқайлап жүгіріп жүр екен. Ешқандай оқ оған әсер етпейді. Солай ол қоршаудан секіріп, қашып кетеді. Содан бері көптеген жылдар өтті. Әскерилер оның қайда кеткенін әлі де білмейді. Мына оқиғаны өз көзімен көргендер сол күннен бастап күндіз күлкіден, түнде ұйқысынан айырылған шығар. Бұндай жағдайды ұмыту өте қиын. Достар, осылайша біздің видеомызда өз мәресіне жетті. Лайк басып арнаға тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта тағы осындай аңыз немесе шынайы болған оқиғаларды да сіздерге айтып береміз. Сосын видео басында айтқанымыздай, осы видеоға 1500 лайк жиналса, Зона 51 жайлы видеолар шығу жалғасады. Бізде осымен осы. Ендеше, сіздермен бірге болған және әрдайым бірге болатын QRF ұжымы келесі видеоларда кездескенше.